Сәлем баршаға, шырайлы Шымкент қаласына қош келдім. Марк Диксон бауырымның шақыртуымен. Неге тұрғы? Қалайсың жан бауырым? Ассалаумалейкум, қош келдік. Берші мен сүрейші. Рахмет. Осы екеміздің басымыз қосылса, жынды контент болады деген сөз ғой? Иә, контент болады. Қалай? Нормально жеттің бе? Жақсы. Рахат қой сендерде Шымкентте. Плюс 30 ба қанша қазір? Жоқ, 45. Алматыда плюс 7, плюс 10. Қазір бір кішігірім сыйлығым бар еді негізі. Мәссаған. Есіңде ма, сен мен шұбатпен ба, қымызбен ба қарсы алған едің? Мен сен енді жергілікті өніммен қарсы алайын дедім. Бұл өртем милка деген. Рахмет, братан. Сүт өнімдері 100% консервантсыз. Осының енді ішінде қарасаң, қара. міне ірімшігі бар, Йогурт. немесе мынандай құрттары бар. Осыны саған сыйға тартайын дедім. Рахмет, братан. Марк, менде демалыс. Өзіңнің шақыртуымен арнайы келдім. Бір әзірлеп қойған мәдени бағдарламаң бар ма? Енді ол жеке мәдени бағдарлама бар, бірақ біз автоблогер болғасын машиналарды көрсеткен жөн. Әрине. Мен дайындап қойған бірнеше көліктер бар. Turbo Жигули, Mercedes AMG және BMW M5 MK. Сіздер сұраған M5 бүгінгі шығарылымда. Жарайды. Ендеше бүгінгі влогты беймарал жасайықшы. Астыңда қандай дөңгелек, суыры сондай түнгі көбелек. Қасыңда жетістік менің көлеңкем, артымнан қалмай келеді қайта бармасам да. Анда-санда оңда солға кетіп қалмасам, жолымнан таймадым. Баяғыда отырушы едім рулда, егерде дөңгелек менің болса арманым. Алем Ака деген кісі Turbo Жигамен жүреді. Давай танысайық. Ассаламалейкум, ака. Не істейміз? Таныс қойыңыздар, Ален ака, Шымкенттің жұлдызы, Turbo Жига. Алем Ака, в общем, Олжасты Шымкентке шақырдым. Бана күтіп алдым. Енді машиналарын көрсетіп бастап жатырмын. Не бар, не жоқ да? Так, Жиге, бұл 1978 ба, 9 баға? 78 жылы дүниеге келген ВАЗ-2102. және оның реинкарнациясы. Неге мен бұл машинаны таныстырайын дегенім, негізі Олжас. Негізі қазір жастардың арасында бұлай Жигули мініп, clean look стайлда, енді завод түрінде жүргендер көп. Бірақ реально жүретін деген, тартатын деген аз. Солардың біреуі осы. Алем ака, давайте. Мынау срап емес па, мынау ВАЗ-дың моторы ғой? Иә, ВАЗ-дың моторы. Отечественный деген орысшасы. Өзіміздің қарапайым бұрыннан келе жатқан мотор. 8 ба, 16 ма? Ол жаңартылған дегеннен кейін 16 клапан жүреді жолда. Естеріңізде болса, 16 клапан деген анау, 12-ка, 10-ка деген машиналар бар еді ғой? Солардың моторы ғой, е? Сол 10-каның моторы. Турбина? Турбина, орысшасы айтқанда Гарель, ағылшасы. Гарель 28, Механика 4-ступка дейді. Прикинь? Задний мост BMW 4-10 еді, 4-0, 4-10 редуктор тұрған еді, қазір 3-64 қойды. Лақтырама, артын айналдырама? Айналдырғанда Көрдік қой жаңа. Жетеді дейсіз ғой, е? Так, жігіттер қараңдар, нулевик, май жинақтағыш, интеркулер Apex. Мау, родной ма? Родной. Мәссаған. Родной сиденьялар 78 жылғы. 78 жылғы. Неге Жигули таңдадыңыз сонда? Неге BMW емес, неге Мерс емес? Қанша енді немістің әдемі жақсы машиналары бар ғой? Мерс, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche. Сонша машиналар бар. Мысалы айтқанда осы 3 миллионға мен бір жақсы Mercedes ешкі алсам болатын еді. 2-8 ба, 3-2 ма? Білмеймін. Мен кішкене толғанымдан осы Жигули маған Сіз сол баяғы эпоханың адамысыз ғой, жасыңыз нешеде? Мен уже құдай қаласа 40-қа кеп қалдым уже. Сол кезде тұлғасын сол стильде жүргіңіз келіп жатыр ғой, иә? Вау эффект айтсаңыз, жаға, көшеде танып жатады сізді, қызығады, суретке түседі. Көбісі, машинамен суретке түседі, түнде тоқташы, брат тоқташы, бір суретке түсіп алайықшы, бір ұстап көрейікші машинаны, постоянно ютубта көреміз. Моторфестке бардың ма? Алматыға ма? Иә. Моторфестте де сен де түсіріпсің онда, иә? 19 ол жолдас деген жігіт сол апарған осы
Black Yellow Garage деген сол жігіттер апарып сол жақтан естеріңізде болса 19 тарелка алдыңыз. соны сол жігіттер алды. Арка мен мына арты балка BMW-нікі болып тұр ғой. Шамалы шығады сыртқа. кеңдеу да? Иә, кеңдеу болып шығады. Сонымен мынау дисктер осыған сәйкес қылып заказ етілген. Фитман. 8,5 дюйм кеңдігі да. 165-те 55. Егер біз 205 қойсам болатын еді ғой. Мына проектіге дұрыс келмей қалады да. Стиліға сәйкес келмейді дейсіз ғой, проекттің стиліне. Базар жоқ. Енді тағы бір сұрағым. Түркістанға 40 минутте жететін машина. Mercedes 5/5 пен BMW 4/4 пен кездесіп қалса, жарысасыз ба? Жоқ, мен жарысам. Менде 4 ступка болғаннан кейін кішкене маған шанс жоқ. Жоқ, 402 метрге. 402 метрге әлі ешқайсы бір 5/5-тен қалған жоқ. Алып кетті бәрін. Drag Racing-тің ережесі бойынша 402 метрге, сонда сізді BMW 4/4, Mercedes 5/5 жете алмайды. 4/4-ке әлі қасына жақындауға да шанс болған жоқ. Жақындаймын дегендерді. Көз алдымда мәңгі үміттердің зираты, кімді керек сыйлату, менің жоғалтарым жоқ, тәуекелден тиятын, жоспарларды қирату, ақылдым оғиятын, әңгімеңді көтіңнетіп көп білгенде жиянды. Қазақшаңыз суы қайдан үйрендіңіз? Ұлтыңыз өзбек пе негізі? Ұлтым өзбек. Мен негізі ата-бабаларымыз туылып өскен жер ескі шаһар, осы Шымкенттің жүрегінен шыққанбыз. Қазақтармен бірге өсіп, өніп, әліге дейін жүрміз. Құдай қаласа, кем болып атқан жоқпыз. Жер шарын айналдырып үшіп байға тастағанда сөйлейм, әңгімеміз үлейм, жайтын дамыт білейм, сыйыспайтын гүлейм, көтермесең үрмей, өмір сүру міне, шималары түнкер, беш, осы жүрегіні істеген Вадим VE Custom Garage. Сол жігітке алғысымды айтам, рахметімді айтам. Ау! Кім мына жолбарыс? Бұл жолбарыстың несі ме? Такежан. Такежан Шымкентский. Алейкум ассалам. Қуаныштымын. Кел. Қош келді. Короче, Олжас қонаққа келді. Соған енді Шымкенттің машиналарын былай көрсетіп жатырмын да. Бізде не бар, не жоқ, ары бері. Бұл E55 Dory Style. Ескісі. Бұларда 5/5 компрессор мотор орнатылған, 5 сатылы автомат, артқы жетекті. Негізгі минустарын айтып жатыр. Минустар конкретно айтқанда, компрессор жазда қызып кете береді. Өтірік емес қой. Мен естімше трансмиссиядан бір ақау бар. Ол рестайлда енді емдеді, бірақ бұл шанақта ол ауру бар. Кіммен жарысқасың? Мысалы, BMW-ларды ұйықтатқасың ба? Конечно, ұйықтатқанмын. Иә? Мәке өзіңнің каналыңда бар, видеолары, Instagram желісінде бар. 868 деген 34 BMW болды. Есімде. Және де Тараздан келген бір қонақ болды. BMW M6, M6. Квотер қанша? 12-ден шыға ма? 12-де 4. Жаман емес. Жаман емес. Енді негізгі артықшылықтар 211-дің қанаттары бар. Дәл осы шанақтың кейінгісі емес, оған дейінгісі емес, именно 211-дің. Именно 55-тің еще қанаттары бар. Негізі 55-ті бұлай көп емес, бір енді шамалы ақшаға алуға болады. Қанша мысалы 6-7 миллионға? 6-7 миллионға алуға болады. Шертіп жүріп аласың. Автомат қорабы бар, механика емес, робот емес, анау M5 E60-дағыдай бүйтіп ыңғайсыз да ол. Ал мына жерде комфортный. Енді шын айтқанда жақсы қаланың ішінде және басуға да ыңғайлы машина. Қай жылға? 2004 жыл. 15 жылдан асты. Былғарысын қараңыздаршы. Мына жерде енді әрине былайынан чехол кигізілген, бірақ қарашы енді. Асты идеал жағдайда. Жап-жаңа сияқты ғой. Жап-жаңа Toyota'нкінде әжім-мәжімдер жоқ. Түсінесің ба? Компрессор мотордың үстінде орнатылған. Былайша айтқанда сток. V8 дауысы бар. Дауысын тыңдатақшы айтпақшы. Давай. Сен бас, мен артынан тыңдаймын. Қараңыздар жігіттер. AMG.
Бүгінгі шығарылымның демеушісі туралы айта кетейін. Шымкенттегі Мобил 1 центр автосервисі қозғалтқыштағы май, тораптар мен агрегаттардың сұйықтығын профессионал түрде ауыстырады. Трансмиссия майын ауыстыру керек пе? Бұл жұмысты Мобил 1 центрдің жігіттеріне сеніп тапсырыңыздар. Қызмет сапасы ұрып тұр. Мотор майын ауыстыру ұзақ уақыт алады ғой. Ол кезде PlayStation ойнап, сусыннан дәм тата аласыз. Тегін. Әр машина туралы ақпарат электронды базада сақталады. Бір рет қызмет алсаңыз, келесі ТО-ның мерзімін сыпайы қызметкер еске салады. Бұл өте ыңғайлы. Мынау Мобил центрдің инста парақшасы, жазыламыз. Мекен жайы Тәукехан мен Аймауытов қиылысында, Олжас Оқастың атынан 15% жеңілдік. Қалада атым, рульда жақыным, жап жасыл бағдыршам, 24 жет, тынымсыз дөңгелек, ұшып барам, ұстай алма теппеттен. Енді жылдамдықты жеңді, уақытында еңбектенді, ал сен емдің. Қазір кетіп баратқанымыз Қалдаяқ көшесі, аты айтып тұрғандай. Мына үйде қазақтың ұлы композиторы Шәмші Қалдаяқ тұрған. Так что Алматыдағы Қалдаяқ ол туфта, мынау оригинал Қалдаяқ көшесі. Төгілсін күй тарап жан тарықпасын. Қанеке бірге? Ән шарықтасын. Қайран басың, ғарып басың, көзіңді жұмбай қамықпасың, Мына артымыздағы Kia K7 алдыңғы аптада ғана келді Шымкентке. Тікелей Кореядан алып келу үшін досым Азия Трейдқа тапсырыс берді. Қысқаша айтқанда, мотор 3/3, ұзындығы бір 5 метрге жуық бар енді. Алдынан қарасаң бір премиум сегмент ма не дейтін еді? Бизнес седан нағыз. Бұның Кореядағы бағасы $27,000. Теңгеге шаққанда 11,500,000. Кедендік тазартуымен 15 лямнан асады. Бірақ стоит қуалуға. Не дейсің өзің? Бұлғары, ағаш, сиденьялардың бәрі енді панорама. Ана циферблатты көріп тұрсың ба? Сағат. Бұл премиумға меңзейді. Орындықтың жады бар екен. Рулі бәрі стандарт қалыпқа келді. Батырмалары бар. Орындықты реттейтін. Мінеке. Арттағы жолаушы жылышталады. Күшті? Азы жоқ. Стоит па бағасына? Әрине. Мен алар едім, сондай ақшам болса. Мен де. Мынау 2018 жылғы. 2019-да алуға болады, 2000 пробегтен. Брат, Азия Трейдқа тапсырыс берсең, 2021-де алып келеді. Айтылған сын болса, шын болса, арыланбай ұжалымды мен таңда. Алдырмай көңілді, жақымды, жұмсақ сөзбенен бойда барымды арғынай. Қайдан алдың наны? Сенде жоққа бұндай? Енді бұл енді менікі емес, бірақ иесі сені тапсыратындай. Солай деп түсіндім өзімді. 2 пәтермен келдің ба Алматының орталығындағы? Енді 2 пәтер емес, енді бір жақсы ЖК-дан ғой. Базар жоқ. Ал айта бер, техникалық мінездемесі. Техникалық енді бұл BMW M5 F90 шанағында. 4x4 моторы бар, 2 турбина, твин турбо деп айтылады. E60-та робот қораптары орнатылған болса, бұл жерде гидротрансформатор. Дұрыс шешім. Қаладың ішінде өте... Ашқым кеп тұр, братан. Ашқым кеп тұр. Ашқым кеп тұр. 2 ракат тарту керек. Сол кезде ашылады. Бір айтатыны, ешқандай батырманы баспайсың, тартпайсың. Көтере саласың. Көтердің, Плита. Қалайынша айтқанда. Мынау F10-ның енді бұлай түбегейлі өзгертілген қозғалтқышы ғой. Толық модернизация. Толық модернизациядан өткен, және F10-нан айырмашылығы қорабы робот емес, гидротрансформатор. Қаланың ішінде өте ыңғайлы. Толық жетекті немесе артқы жетекті. Одан басқа не керек саған? Супер, кайф. Дауысын тыңдап көресің ба? Тыңдадым. Дауыстан бұрын мына нәрсені айту керек. F90 шанағындағы M5 ең жылдам сериялы көліктердің бірі. Бұл, седандардан.
Және күнделікті айдауға, күнделікті жүріске комфортты машина. Drag Racing-тен чемпионаттарда BMW M5 енді былайша айтқанда әр маусымда, әр сезонда рекордтарын жаңартып жатыр. Ол дегеніміз енді 10 секундтан квотерді шығып қойған. Уже 9-да 8 ба 9-да 7 ма жүреді. Сондай көрсеткішке жеткен. Енді былайша айтқанда ол тек қана оқушылардың ғана емес, ол әрбір жігіттің немесе еркектің арманы болып барады. 20-шы дисклер, тежеуіштері М, перфорациямен дисклер тежеуіштер. Барлық BMW-лердің салондағы орындалуы бір стильде, брат. Иә, оны да. Климат контроль, дисплей, мультимедиа, рөлі. Сапасы әрине тамаша. Бұл машина 46 миллион теңге тұрады. Колеса кезет. 1 минут. Альтернатива бар ма бұл машинаға? Арман ғой бұл. Бұл M5-ке тек қана альтернатива E63. Вау эффект Mercedes-те көбірек. Ішіне кірсең. BMW сыртынан әдемі. Mercedes-те BMW-да артқы немесе толық жетекті болады. Драйв жағынан енді бапталу ерекше ғой. Кастомизация ғой. Әркім өзінің мысалға жүріс стилін таңдайды да енгізеді бағдарлама. Енгізеді. Қызыл түс ол агрессияның түсі. Бұқа қандай түске жүгіреді? Қызыл түске жүгіреді, әрине. М баптаулар қызыл түспен боялған. Мына жерде және push start. Көрейік дауысын. Естіп жатсың ба? Қаһарлы ғой дауысы. Тоқта қазір. Мен M5-тің F90 шанағында отырмаған адаммын. Иә. Бұнымен көлікке шолуымыз бітпеу керек. Қалай жүретінін көрсет маған. Енді қара, қазір мысалға подвеска, рөл немесе барлық баптаулар комфортта тұр. Өзің ойлашы мысалға, күнделікті жүріске ыңғайлы ма, ыңғайлы емес па бұл? Кәдімгідей жұмсақ. Комфортты Панамерамен жүрдім, 4S-пенше бір аптаға. Қатаң бапталған қалада. Ито Алматының жолдар білесің ғой, теп-тегіс. Енді одан артық жолдар не керек басқа? Теп-тегіс жолмен анаумен тақтайда тұрған сияқтысың. Панель жоғары тұрғандықтан сен тазикте отырған сияқтысың. Иә, ода Панамераның ескісінде де ол сезім бар. Және күш көп болғандықтан Панамаға отырғанда да сен үнемі аңғылдатқың келеді. Иә? Бұлайнан ба? Бермейді ол машина саған. Осылай ма? Осылай. Әрқашан сезім болып тұрады. Мынаның қарқыны көбірек. Бірден сезді. Сездің ба? Бере ғой, кішкене, бере ғой. Дауыс бар, күш бар, комфорт бар. Қара, адамдарға көңіл Мына қыздың мысалға бір несін сұрайықшы? Пікірін, иә. Сол жақтан шықты. Есіміңіз? Динара болады. Динара. Қуаныштым. Динара, Мейіржан, сіздерден енді бір пікір сұрайыншы деп едім. Қараңыздаршы, мысалға BMW M5 сіздерге ұнайды ма, немесе ұнамайды ма? Не себепті? Иә? Сіз онда былай тұрыңыз. Динара, сіз қызсыз, сізге бәрібір енді бұл аты қандай? Бәрібір емес. Иә? Сізде BMW-шниксіз ба? Ұнайды. Ұнайды ма? Иә. Мысалы қай жері немесе Барлық жері, дауысы, дөңгелегі, алды-аты барлығы. Иә? Динара, бір сұрақ. Бұндай көлікпен жүретін адам Қазақстанда? Біреу. Қазақстанда Шымкентте біреу. Шымкентте біреу. Кім екен ол, а? Кім екен? Енді қараңыз, ол адамның табысы шамамен қанша деп ойлайсыз айына? Көп болу керек қой. Енді мысалға сіздің мысалға айлығыңызды білесіз. Қанша айлық болу керек? Есе көп болу керек деп санайсыз? 200-300 есе. 200-300 мың теңге деп айтама деп тұрсам. Олжеке, енді бір түйіндеме? Қалай? Өте қатты ұнады. Комфортты, қарқынды, білмеймін. Динамикасы, сұмдық. Басқа сөзім жоқ. Ең әдемі машина, мысалы, осы тест-драйвтардың арасындағы деп атқа сәйкес келе ма? Бәсекелеседі басқалармен, иә. Иә? Базар жоқ. Күшті машина. Ұнады. Иә. Кеттік онда, бізді давай. Қыздар күтіп отыр. Қыздар? Иә.
Бұлтанау, қайда менің теңгем, қайда менің теңгем. Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент, көшедегі жара-бара бариге жетет бізді шеттет, как будто шетелдей. Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент, көшедегі жара-бара бариге жетет бізді шеттет, как будто шетелдей. Бізді шеттет, как будто шетелдей, бізді шеттет, как будто шетелдей, бізді шеттет, как будто шетелдей, бізді шеттет, как будто шетелдей. Бізде жоқ шешілмейтін проблема, ағайын туыстың бәрі проблема. Шұбатқа жауап Шұбатпен. Алматыда қарсы алғаның есіңде? Шымкент осылай жауап береді. Базар жоқ, таң қалдым. Негізі кеш батып баратыр. Жүр мен саған қаланың түнгі өмірін көрсетейін. Көрсет? Және бір сюрпризім бар. Оғандай сюрприз? Жүр көрсетем. Тараз шаһардан Шымкент шаһарға келін болып кеттің қалай ләйлім. Бастадым мен басқаны жаным, шын бақытты еттің қалай ләйлім. Қазір баратқан жеріміз, күндіз айтқан едім ғой мен саған сюрпризім бар деп. Соны көруге бара жатырмыз. Енді Шымкент ол армандар орындалатын мекен. Сондықтан қарсы алыңыздар. Ё-моё. Маған сыйлайын деп жатсың ба? Иә. Ауф! Кімнің құлагері мынау? Енді ол маңызды емес. Маңыздысы мен білем, сен баяғыдан ГТР-ға шолу жасаған кеп жүрген еді. Рас. Бірақ бүгін сыйға тарталмасам да, рөлге отыруға мүмкіндік берейін енді. Рахмет бұндай шансқа да. Сөз кезегі өзіңде. Бастай қал. ГТР, GTR емес, өйткені Grand Turismo Racing. 1969 жылы Nissan Skyline'ның спорттық нұсқасы GTR деген жалғаумен шығарыла бастады. Жарыста қарсыластарының быт-шытын шығарып, түгін қалдырмаған модель әйгіленді. Европада, Австралияда бәрін жыртқан R32 Godzilla деген лақабатқа ие болды. Бұның бәрі RB26D моторының арқасында. Екі турбиналы қозғалтқыштың тюнингтегі потенциалы сұмдық. Өкінішке қарай, R34 шанағындағы GTR-дің соңғысы 2002 жылы конвейерден шықты. Қатарда өлген 5 жұлдызым аспанда жанып тұр. Елім жерде тарқатып, бір ауыздан жүрегім жылап тұр. Бәлкім майғалап тұр. Ең қызығы осы жерде басталады. 2007 жылы Nissan компаниясы жаңа революциялық моделін әлемге паш етті. Жаңа модель деп айтуға құқылымын, өйткені Skyline GTR жай ғана GTR деп атала бастады. Нюрбург рингте 7-26 секунд уақыт көрсеткен Godzilla Mercedes-Benz SLR, Lamborghini Murcielago, Porsche 911 турбо сияқты атақты модельдерді артта қалдырды. Алматыда бұл көлікке шолу жасауға менде мүмкіндік болған жоқ, расымен. Марк бауырыма рахмет бұл үшін. Моторының индексі VR38D, яғни қозғалтқыш көлемі 3/8. Соған қарамастан сұйық отынды аз тұтынады. Қалада 14-15 литр, трассада 11. Капоттың астында 540 арғымақ, 630 ньютон-метр момент береді. Айуан! Газды соңына дейін бассам, көтін айландырып жатыр. Қорқынышты. Бұндай машинаны жас балаға беруге болмайды. Ақылы толысқан азамат қана GTR-ді сатып алуға құқылы. Кемшіліктерде жоқ емес. Аспасы қатаң. Үнемі бірдеңке даңғырлап жатады. Редукторы дәл қазір жұлынып қалатын сияқты. Комфорт жоқ. Машина конструктивті ескі болғандықтан мультимедиасы, селекторы, ортадағы климат бақылау блогы, мына батырмалары 80 жылдар жасалған сияқты. Ләззат сыйлайды бастысы. Ішімнен қайтала бердім, мүмкін менде барға берік. Мені дүзімеге бері деген ойларға беріп қойдым орын. Сезімсіз ғаламторға, біздің де қалтамыз толы, тығылмас ойнап жүрген.
Марк делебем қозып кетті ғой. Қозбай, сонша бастың ғой жолда. Кешірерсіздер, күнде кетерге отырып жатқан жоқпын. Бастысы енді мен парызым орындалды әйтеуір. Рахмет көп. Уикенд мықты өтті. Ұнады ма? Қатты ұнады. Шын жүректен айтты. Рас. Шымкент сұмдық қарсы алды. Бәрі ұнаса болды. Сіздерге рахмет. Қазір бірнеше сағаттан кейін рейсім Алматыға қайту керек. Шығарып салсақ болды ғой. Әрине. Мінекей достар, бүгінгі шығарылым осымен соңына келді. Арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер сіздерге қызық болса, ұнаса, бұндай видеолар көп болады. Сіздермен болған Олжас Оқас және Марк Диксон. Сау болыңыздар.